Баршаңызға сәлем, сіздермен мен дәрігер Нұрол Айзада. Бүгінгі айтылатын тақырып манту сынамасы жайында. Жалпы маған келіп жатқан хаттардың көбісінде манту бұл прививка ма, не үшін жасалынады, жасамасақ не болады, жасалынғаннан кейін қандай зиянды жақтары бар деген секілді әртүрлі сұрақтар қойып жатады. Сондықтан сіздерге манту сынамасы бойынша жалпы түсініктеме ретінде осы видеоны арнаймын. Видеоға лайк басыңыз және каналыма тіркеліңіз. Манту бұл ешқандай вакцина прививка емес. Манту бұл организмде туберкулез қоздырышы бар жоғын анықтайтын сынама әдісі болып табылады. Бұл ересектер мен балаларға да жасалынады. Жалпы жасалыну жолы баланың білек тері ішіне арнайы туберкулин ерітіндісі енгізіледі. 72 сағат ішінде, яғни 3 күннен кейін сол жердегі ісікшенің көлемі өлшенеді. Осы арқылы баланың ағзасында туберкулез таяқшасымен жолыққан жолықпағанын, яғни кездесу болған болмағандығын анықтаймыз. Жалпы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бойынша, яғни қазақстандық стандарттық бойынша манту сынамасы 2 жастан бастап 15-16 жасқа дейінгі аралықта жылына 1 рет манту сынамасы жүргізіледі. Бұл арнайы скрининг бойынша. 16 жастан әрі қарай біз флюорографияға түсеміз. Егер манту положительный болып жатқан жағдайда 15 жасқа дейінгі болса, рентген обзорный грудной клетка түседі. Жалпы манту сынамасы не үшін жасалынады? Ең бірінші ол балада туберкулез таяқшасы бар жоғын анықтау үшін. Екінші, туберкулезбен ауыратын, яғни туберкулезбен ауырған адаммен контакты болған кезде осы манту сынамасы жүргізіледі. Үшінші, балаға БЦЖ вакцина салынғаннан кейін оны бағалау әдісі бойынша манту сынамасы жүргізіледі. Осы мақсаттар бойынша біз манту сынамасына арнайы скрининг бойынша сіздерді шақырамыз. Манту сынамасының ешқандай зияны жоқ, бұл тексеру әдісі, ешқандай прививка емес. Манту сынамасы сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі видеода тез жайлы толық ақпарат айтатын боламын. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Осы видеоға лайк басыңыз және каналыма тіркеліңіз.